Ал, ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Ой, бүгін біз керемет бір Сеулға от шашу дейді ғой, салюттардан бір фестиваль болайын деп жатыр. Сол фестивальға келе жатырмыз ағалармен. Мына жақта енді закат деген бомбический андай бір картинка болып тұрды. Жиналып жатқан халықты көрсеңіздер, енді мама мия. Алдыңғы жылы мен түсірген болатым, бірақ ол влогым өкінішке орай шықпады. Аяқ алып жүру өте қиын. Халық санын қараңыздар, қаншама ел, қаншама жұрт. Мына жаққа кілемшелерін төсеп отырып алған. Орын деген жоқ. Адам көп. Бізден андай өзіміздің астыға төсейтінімізді алып алып кетіп бара жатырмыз. Бүгін тегі керемет бір не болайын деп тұр. От шашу, мінекей. Елдің бәрі өздерінің камераларын дайындап қойып қойған. Ана бір жерлерде сіздерге көрініп тұрған болса, үлкен кеме сияқты бір нәрсе тұр. Нақты біліп тұрған жоқпын, көзім жетіп тұрған жоқ. Соның үстіне жаңағындай от шашулар дайындап қойған. Сол от шашуларда қазір кешкісін ататын болады. Потолок болайын деп тұрған. Ал, влогты соңына дейін қараңыздар, көріңіздер, бізден бірге болыңыздар. Қызықтың көкесі алда. Және де бұл от шашу жыл сайын болып тұрады. Дәл осы уақытта, дәл осы күні. Күні енді бір 1-2 күн, 3-4 күн разница болуы мүмкін, бірақ дәл осы уақытта былай айтқан кезде от шашу жасап тұрады. Яғни ол не деген сөз? Туристерді бір жағынан қызықтыру, келіп жатқан туристерге көңіл күй сыйлау, өзінің тұрғындарына да сондай бір керемет көңіл күйде, осындай бір демалысты сыйлау мақсатында. Енді дәл осындай нәрсе біздің алдағы уақытта өзіміздің елімізде де жиі болып тұрғаны өте жақсы және маңызды нәрсе деп білем. Сол себептен сіздерге құлақ қағыс болсын, құрметті ағалар, бауырлар. Енді бір мемлекеттік деңгейде болмаса да, былай айтқан кезде осындай бір біреуге көңіл күй сыйлау үшін өз қаражатыңыздан мүмкін жақсы от шашуларды жасап тұрыңыз, елдің көңіл күйін көтеріп тұрыңыз. Қараңыздаршы, бір от шашуға қаншама халық келген, бүкіл Корея осы жақта жүр. Кем дегенде мына көпірдің үстінде кемі бір 20-50 мың адам жүр да, например. Мына көпірдің үстінде. Арғы жақта отырған адам саны айтпай-ақ қояйын. Кем дегенде бір 1 миллион, 2 миллион адам жайымен жиналады. Метрода келатқан адамдар қаншама. Мына жақтағы закатты қарасаңыздар, не деген закат, айтыңыздаршы. Нандай бір картинканы бір көп көре бермейсіздер, шыны керек қой. Елдің бәрі фото-видеоға түсіріп жатыр. Дәл қазір кетіп бара жатқан жеріміз бұл Кореядағы Сеул қаласының қақ ортасы, яғни Хан өзенінің бойы, сол көпір, және де оң жақ беті, сол жақ беті Астанадағындай ғой. Сол сияқты жаңағындай сол жақ жағалау, оң жақ жағалау болып екіге бөлінген. Тура осы Сеулдың жүрегі деп те айтсақ болады. Осы жерде кетіп бара жатырмыз. Мінекей, мұнда өзен үлкен, халық, мынандай вид, мәссаған. Мынау енді кино ғой, достар, кино. Айтыңыздаршы, өздеріңіздің комментарияға бір ой пікірлеріңізді қалдырыңыздаршы. Не деген сұлулық, не деген бір, қараңыздаршы, адамдардың барлығы өздерінің бір қалауларымен отырып, жаңа жейтін нәрсесін жеп, не істегілер келеді, айтыр. Ай, керемет. Ал, достар, біз мынандай жерге жайғасып алдық, короче, ағалармен. Қалай, настроение қалай, ощущение қалай? Керемет. Күшті бір от шашуларды күтіп отырсыздар ғой, Құдай қаласа. Салют. Иншалла, салют. Қазақшасы от шашу бола ма? От шашу бола. Қазақстанға бармаңызға біраз болған ғой, демей жата қазақшаңыз 2 жыл болды ма? Менікі мынандай астымыздағы кілемшеміз төсеп алып отырмыз. Қазір ана тұрған кеме сияқты жасап қойған, соның үстінен прям от шашуларды жасайтын болады, Құдай қаласа. Елдің бәрі мияқта жағалап отырып алған. Орын жоқ қой, короче, орын жоқ. Мүлде вообще. Ешкімде уақыт жоқ, не орын жоқ. Айтыр. Тойға барсаң бұрын бар, бұрын барсаң орын бар дейді ғой. Енді бұл кісілер сағат кемі
3-4'tен бері келіп алған кісілер ғой. Біз сағат енді 6-та айтыр үйтіп жеттік. Ал бір қызық болайын деп тұр. Ал, тамашалаңыз бір қызықты. Мына жақта бірінші салют кетіп еді, елдің барлығы телефонын алып шығарып жатыр. Енді бұл ашын проба ғой. Ал, басталды салюттың басы. Әне кетті. Әне кетті.
дәл осылай немізді бітірдік. От шашуымызды көрдіңіздер. Осындай керемет деңгейде от шашу болды. Енді қайтып бара жатқан халықтың санын айтамайын. Басқара адам көп. Ал енді өздеріңізге ұнаған болса, дәл қазір астына комментарийға қалдырып, ойларыңызды, лайктарыңызды басып, сонымен қатар каналды қолдап, каналға жазылып кетіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Рахмет. Одан да қызық блогтар алдағы уақытта шығатын болады. Рахмет.